Ассаламуалейкум, құрметті ағайын. Мүшкіл жағдайымызға кім кінәлі деген тақырыппен алдарыңызға шығып отырмын. Атам заманнан бері жүрегі сезімтал, көкірегі ояу адамдар өткеннен сабақ алып, қазіргіні мұқият талдап, болашаққа болдам жасаған. Осылайша қателіктер түзетілген, кемшіліктер жойылған, ақиқатқа қол жеткен. Адамзаттың тіршілігінде қандай дәуір, не заман болмасын, бәріне төзімді, өмір бойы жалғасатын объективтік заңдылықтар, асыл құндылықтар ашылған. Ғұлама ойшылдардың нұсқаулары мен өсиеттері, мақал мәтелдер, әр ұлттың салт дәстүрі дүниеге келген, қарым-қатынасты реттейтін әділ заңдар қабылданған. Олар моральдың ережесін қалыптасуына, халық пен биліктің бірлігін қамтамасыз етудің, ғылыми техникалық және қоғамның қарқынды дамуының шамшырағына айналды десем артық болмас. Есі кірген бала, жасы келген қарт, ауыл әкімі мен ел билеушісі оларды құрметтемесе, мемлекет ұшы қиырсыз қиындыққа ұрынады. Әр уақытта авторитарлық жүйе елдің әл ауқатының жақсаруы бұқараның қолында емес деумен келді. Тиімді шешімді қабылдау, жарқын болашақты қамтамасыз ету тек биліктің қолында деп халықтың санасын әбден уландырды, саяси талапсыздыққа, парықсыздыққа ұшыратты. Өкініштісі, біз сол арамза алдамшылыққа кешірілмейтін аңқаулықпен әлі де сенумен келеміз. Мен бұқараға топырақ шашу ниетім жоқ, бірақ шындықты айтпай, кемшілікті жоймай, өтірік пен алдамшылықтың, жағымпаздық пен сатқындықтың, дарынсыздық пен надандықтың ортасында қалдық. Барымызды ұқсата алмай, азып тоздық. Ары қарай қателіктерімізді жасыру ұрпақ алдында кешірілмейтін қылмыс болады. Мүшкіл жағдайымызға заман кінәлі дейтіндер бар. Ол қате көзқарас. Заманды адам жасайды. Бұл философиялық заңдылық. Биліктің ең биік шыңында табиғатынан тума дана, тәжірибесі мол, қарақылды қақ жаратын әділ, даналарымыздың өсиетін санасына сіңірген, ата-анасы, ұстаздары, әріптестерінен алған білімдерін, тәлім тәрбиесін, өнегелі істерін жүрегімен сезініп, ақылымен түсінген, оларды адастырмайтын өмірлік маяққа ту етіп алған, жұрттың ықыласына ие болған, үмітін ақтаған, халықты сенімді одақтасы және тірегі санайтын, қандай жағдай болмасын, моральдық қасиеттерді мемлекеттің және ұлттың мүддесіне шексіз қызмет етуді мызғымайтын мақсатына айналдырған адам тұрса, заман да соған лайық болып қалыптасады. Аталған тілектер негізінен мемлекеттің қызметшілерінің әдеп кодексінде көрсетілген. Сондықтан оларды идеалист қиялшының жүзеге аспайтын пікірі деуге келмейді. Әрине, сүттен таза, бәрін жетік білетін адам болмайды. Дегенмен, қалай болғанда да мемлекетті тұлға басқаруға тиісті. Маңызды жағынан бұл ең күрделі мәселе. Өркениетті жолды таңдау, жетістікке қол жеткізу тікелей осыған байланысты. Президенттің командасына дарынды, рухани тәрбие көрген, өзінің нәтижелі еңбегімен көрсете білген қайраткерлерді жұмылдыру қажет. Ал көмекшілер мен кеңесшілері кемеңгер болуы шарт. Біздегідей аннан-мұнан босағандар емес. Және ешкім әділ сыннан, заңдылықты сақтаудан тыс болмау керек. Олар жоқ жерде ақмақтық орын алады. Қорыта келіп айтарым, мүшкіл жағдайымызға тек билікті ғана айыптау ағаттық. Баршамыз кінәлі екенімізді түсінбегендік болады.
Осыған байланысты екі жақтың жауапкершілігін әділетті атап көрейін. Биліктің қателіктері, халықтың белсенділігі мен өмірге деген құштарлығын арттыратын конституциялық құқығын сақтамау, уәделерін орындамау, атап айтсақ, әділетті Қазақстан және еститін мемлекет құру, митингіні өткізуге хабарландыру ғана жеткілікті. Қазақ тілін ұлтаралық қатынасты құралына айналдыру. Сайлауды ашық және таза өткізбеу, оппозицияны және саяси әлеуметтік белсенділікті жою, қателіктерді мойындамау, керісінше ақталуға тырысу, шындықты бұрмалау, атап айтсақ, тарихымызға, оқиғаларға шынайы баға бермеу, коррупцияны жеңдік деу, халыққа қасірет әкелген 20 мың террористер туралы жалған хабар тарату, оны шындық деп сенуге шақыру, соттың шешімісіз адамдарды қылмыскер деп жариялау, арандатушыларға алдын ала шара қолданбау, аса жауыздықпен халыққа оқ ату. Халықаралық ұйымдарының сайлау және саяси тұтқындар туралы ұйғарымдарын мойындамау, ұсыныстарын қабылдамау, билік аралық тепе-теңдік сақтамау, парламент, сот жүйесін тәуелсіздіктен айыру, саяси әлеуметтік және экономикалық реформаны, заңсыз иеленген активтерді және ұрланған қаржыны мемлекетке қайтаруды түбегейлі шешпеу. Президенттің айтқаны бар, 162 адам байлығымыздың жартысын иеленіп отыр. Халықтың жартысының табысы 50 мың теңгеден аспайды деп. Бірақ іс жүзінде тиімді шара қолдануға батылдығы жетпеді. Бұған қарамастан билік ауқымды реформа жүргізіп жатырмыз дейді. Ол рас болса, әл-ауқатымыз жақсарып, қағанағымыз қақ, сағанағымыз сарт болып, билікке алғысымызды жаудырып, жөнімізбен жүрмейміз бе? Тірлігімізді қазақтың мақалымен керісінше бағаласақ, семіз айтып арық шығудамыз. Орысшаласақ, наводить тень на плетень дегендей, биліктің мағынасыз хаулә-ләйлімі өзінде халықты да әбден шатастырды. Бұқараның қателіктері, енжарлыққа салыну, құлдық мінезден құтылмау, сайлауды зор мәнін түсінбеу және оған қатынаспау, шарасыздық танытып, биліктің озбырлығына көну, өзіне сеніп, жігерлік танып, белсенділікпен бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, өркениетті жолмен мүддесі үшін, болашағымыз үшін күреспеу, және шүберекке түйіп, жанын шүберекке түйіп, жоғын жақтайтын белсенді азаматтары қорғаудың орнына көзін едірейтіп, мұрнын тыжырайтып, даттауды әдетке айналдыру. Өткенімізді қозап, бүгінгіні сараптап, айқайға аттан қосып, қоғамда наразылық туғызу ойдан аулақпын. Жалғыз мақсатым халық пен билікті ақылға, бірлікке шақырып, өзекті мәселелерге назарын аудару ғана. Әкімшілік ресурстар мемлекеттің қолында, сондықтан алғашқы қадам міндетті түрде биліктен болғаны, оны халық бар жанымен қолдағаны абзал болады. Сонда тасымыз төске, өлсіз төске домалайды. Құда да, құдағи да тынышталады. Көптеген мәселелер өзінен өз шешіледі. Соңында президенттің назарына айтарым. Білікті мамандар мемлекетті дағдарыстан шығаратын ұсыныстар айтуда. Олар негізінен биліктің іс-әрекетіне қайшы келеді. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін анықтау үшін екі жақтың ашық
және кәсіби деңгейде пікірін талас өткізу, тек шоуға айналдырмай, білімі терең, тәжірибесі мол, арын жоғалтпаған тәуелсіз тарапшылардың қазылығымен, билікте емес, тәуелсіз тарапшылардың қазылығымен, соңында қоғамның жан-жақты дамуын қамтамасыз ететін бағдарлама қабылдау қажет. Жеңімпаздар ұсыныстарын жүзеге асыруға үкіметтің құрамына кіруі шарт. Жеңілгендер орындалынан қоштасқаны керек. Қолымызда келмесе тәуелсіздіктен айырыламыз. Кеш қалмайық, іске сәт құрметті ағайын. Наурыз құтты келсін. Халқымыздың іргесі бүтін, Қазақстанымыз өркенді болсын. Өмірсерік Көпжасаров, Талдықорған қаласы.